1 қыркүйек 30 қазан аралығында Қазақстанда жалпы ұлттық халық санағы өтеді. Санаққа дәстүрлі түрде және онлайн қатысуға болады. Әйтсе де, халқымыздың саны 19 миллионға жеткенін сүйіншіледік. Көпшіліктің көкейіндегі сұрақ қанша екеніміз белгілі болса, санақ жүргізудің қажеті қанша? Бақ.кз порталы халық санағының маңызын түсіндіруге тырысады. Халық санағы не үшін керек? Халық санағы елімізде әрбір 10 жыл сайын ұйымдастырылады. Тәуелсіз Қазақстан тарихында санақ 2 мәрте өтті. Санақ пен фотосуреттің ортақтығын білесіз бе? Фотода енді ешқашан қайталанбайтын сол бір сәт түсіп қалады. Ал санақта соңғы 10 жылда халық санының қалай өзгергенін біліп қана қоймайды. Сонымен қатар ел көлеміндегі және әрбір елді мекендегі демографиялық, әлеуметтік, экономикалық жағдай туралы құнды мәліметтер жиналады. Биылғы халық санағына Біріккен ұлттар ұйымы Еуропалық статистиктері конференциясы ұстанымдарына сәйкес жалпы саны 91 сұрақтан тұратын 4 санақ парақшасы әзірленді. Біріншісі мекенжай және тұрғындар тізімі, екіншісі тұрғын үй жағдайы туралы мәлімет, үшіншісі Қазақстанда тұрақты тұратындарға арналған жеке сауалнама парағы, төртіншісі Қазақстанда уақытша жүргендерге арналған сауалнама парағы. Респонденттерге әрқилы сипаттағы сұрақтар қойылады. Мекен жайы, тұрғындар тізімі, жынысы, туған жылы, ұлты, білімі, тіл білімі, неке және отбасы жағдайы, азаматтығы, жұмыспен қамтылуы, этно-мәдени мәліметтер, үйінің типі, ауданы, бөлмелер саны, тағы да басқа маңызды мәліметтер сұралады. Сауалнамада сондай-ақ тіршілік әрекетінің шектелуі, пандемия, табыс көзі туралы өзекті сұрақтарда қойылады. Бұл мәліметтер мұқият сарапталып, алдағы уақытта экономиканы жоспарлы түрде дамытуға, құрылыс және баспанамен қамту бағдарламасын жетілдіруге, демография және көші-қон процестерін реттеуге, білім, денсаулық, әлеуметтік сала бойынша ауқымды бағдарламалар қабылдауға негіз болады. Халық санағы басқа елдерде де ұйымдастырыла ма? Әлбетте, Біріккен ұлттар ұйымының үйлестіруімен әлем елдерінің барлығында дерлік әрбір 10 жыл сайын санақ жүргізіледі. Кейбір елдерде тіпті әрбір 5 жыл сайын дерек жиналады. Биыл Гонконг, Үндістан, Канадада, Аустралия, Гана, Ұлыбритания, ТМД-ның бірқатар елдерінде жалпы ұлттық санақ жүргізу жоспарланған. Биылғы санақтың ерекшелігі технологияны кеңінен қолданылуында. Үйіңізге сұхбат алушының келуін күтпей-ақ санақ.gov.kz сайтында, электронды үкімет порталында, сондай-ақ айту мобильді қосымшасында өзіңіз туралы деректі бере аласыз. Санаққа қатысыңыз, санатта болыңыз.